только верь мне. Меня я умоляю, ведь я уже другая, и пропасть между нами здесь разошлись пути. Әлеуметтік желідегі желді есіп жүрген осы трендті бүгін мені көріп қалсаңыз түсіруіңізге болады. Себебі бүгін мен планшет пен таяқшаны қолыма алып, форманы үстіме киіп жолды күзетуге шықтым. Дегенмен бүгінгі Адал азамат бағдарламасының кейіпкері нағыз маман бұған жол бермес. Олай болса, бүгінгі кейіпкермен таныс болыңыздар. Әрбір кезекшілік үлкен жауапкершілік пен жоғарғы тәртіпті талап етеді. Күн сайын сағат 16:00-де 3-ші ауысымға шығатын патрульдік полиция қызметкерлері арнайы саптық тексеруден өтеді. Бұл жерде қызметкерлердің қару-жарағы, бейне тіркегіш құрылғыларының жарамдылығы, рациялардың байланыс сапасы және қызметтік автокөліктердің техникалық жағдайы мұқият тексеріледі. Айма? Да, жазамыз. Сілтеме. Бірінші, Шымкент қаласы. Нұрсуат 2, 46-шы үйден. Нұрсуат 2, 8-ші сынып оқушысы шығып оралмаған. 2012 Жұмакулова Айса. Өренхан қызы. Үйінен шығып, қайта оралмаған. 165 сантиметр, орта денелі. Келесі, аса ауыр қылмыс бойынша іздеудегі азаматтар. Қалғар, Алматы облысынан. 192 бойынша іздеудегі азаматтар. Ортаға тасталған суретмен командировкта қосымша қайтылап жібереміз. Қызметке кіріспес бұрын патрульдік полиция қызметкерлеріне жедел жағдай бойынша толық ақпарат беріледі. Оларға іздеуде жүрген азаматтар, болуы мүмкін құқық бұзушылықтар және қаладағы ахуалға қатысты маңызды мәліметтер жеткізіледі. Одан кейін қызметкерлер сапқа тұрып, рота командирінің нұсқаулығын тыңдайды. Армысыздар, офицер, мырзалар! Еркін тұр! Еркін тұр. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазір 100% бағытқа шығасыздар. Сіздердің ауысымдарыңызға қосымша көмек ретінде күндізгі ауысымды 2 сағат атрафотке қалдырылатын болады. Бағытқа түскен сайын әр қайсыңызға бекітілген өздеріңіздің аумақтарыңыз бар. Осы аумақ бойынша жауапкершілік танытып, әрбір түскен шақырту, жол көлік оқиғасын алдын алу, қылмысты болдырмау, болған қылмысты ізін суытпай дер кезінде ашу мақсатында қызмет атқарамыз. Әрбір азаматпен сұхбаттасу кезінде жоғары мәдениеттік ілтипаттылық, дөрекілік танытпауға, конституциялық құқықтарын сақтауға, сыпайы түрде сөйлеуге бұйырамын. Автокөлік басқару кезінде бірінші кезекте тәртіпті өздеріңізден бастайсыздар. Жылдамдықты асырмай, мұқият жан-жаққа қарап, дұрыстап қызмет атқаратын болыңыздар. Сағат 16:00-де бізде жеке құрам саптық жиынға келеді. Саптық жиынға келген уақытта қару-жарақтарын алып, рацияларын алып, бейне жетондарын алып, автокөліктерін бағытқа дайындайды. Содан саптық жиынға келіп қатысады. Саптық жиында бізде полк басшылығы өткізеді. Полк басшылығын саптық жиында өтіп жатқан жедел профилактикалық іс-шаралар бойынша, сондай бағыт бардар бойынша соны толығымен жеткізеді жеке құрамға.
содан шығып сағат 16:30-да жеке құрам бағытқа шығып біз жұмысымызды бастаймыз. Бук, түзел, тек тұр. Бұйрам, Шымкент қаласы аумағында қауіпсіздік қамтамасыз ету барысында азаматтармен ілтипат қарым-қатынас көрсетуге, сыбайлас жемқорлық санаттарына жататын іс-әрекеттерге жол бермеуге, қызметке оңға адымбыз. Міне, нұсқаулық беріліп, қажетті құрал жабдықтар толық тексерілді. Енді патрульдік полиция қызметкерлері өз міндеттерін атқара берсе болады. Полиция көлігіне бағдарлама түсіріп, жүргізуші ретінде отырудың өзі бір бөлек сезім екен. Ал олай болса, бүгінгі түнгі кезекшілікті бастайық. Кеттік. Майор мырза, менің кезекшілік атқару барысында ешқандай оқыс оқиға орын алған жоқ. Дайындап тұрған полиция лейтенанты Сапыр болады. Еркін тұр. Дәл қазір шаһарымыздағы белгілі бір полиция пунктіне келдік. Бұл жердегі келу себебіміз қандай? Осы туралы айтып өтсеңіз? Бұл жерге келу себебіміз ол біріншіден біздің қызмет міндетімізге түскен ауысым бойынша біз тексереміз. Бір жарым сағат, 2 сағат сайын бекеттер тексереміз, автоэкипаждар тексереміз. Сол бойынша қазіргі таңда Шымкент қаласы Қонаев даңғылының бойында орналасқан Имран бекетіне келдік. Қазіргі таңда бұл жерде 2 қызметкер, Садық пен Ахматов, 2 инспектор қызмет атқарып отыр. Сол бойынша аталған қызметкерлер жұмыстарын тексеруге, сондай форма одеждасын тексеруге, сонда бекеттің жалпы қалпын тексеруге кетті. Жалпы сіздер 24 сағат жұмыс жасайсыз ба? Осы 24 сағатта қанша пунктті аралап шығасыздар? Бір тәулікте, енді бізде қазір таңда Әлферек ауданы бойынша бір бекет, Имран бекеті. Бұл бекетке біз кемінде 3 рет, 4 рет келеміз, бір күнде. Яғни мен келемін. Одан бөлек менің орынбасарларым бар, взвод командирлерім бар, олар келіп тексереді. Журнал болады. Ол журнал біріншісі тексеруші журналы. Тексеруші журналына біз келген күнімізді, уақытын жазамыз. Және де қандай да бір кемшіліктер болатын болса, осы журналға түсіреміз. Екінші журналымыз бұл Имран бекетінің сілтемелер журналы. Бұл жерде біздің кезекші бөліммен, болмаса департамент кезекші бөліммен берілген сілтемелерді толық өшірі енгізіледі. Қосымша әр қызметкердің өзінде сілтеме кітапшалар болады. Оған қосымша енгізіледі. Ал үшінші журналымыз Ал қандай? үшінші журналымыз бізде бұл қабылдап өткізу журналы, яғни әр ауысым түскен кезінде бұл бекеттің ішіндегі полностью инвентарьлар, орындықтар, столдар, компьютер, телефон және де басқа да заттардың нақты нелерін жазады. Санын жазады, сол саны бойынша кезекшілікте бір күні олар өткізіп тапсырады. Бұл сол журналды. Сол журналды қосымша тексеріп келесіне визамен қол қойып. Бұл жерде жалпы қызметкерлер, аталған инспекторлар, олар осы қосымша бейне камералармен де қызмет атқарады. Бұл яғни біздің жедел басқару орталығымен бірлесіп отыр. Бұл қызмет атқару барысында олар қаланың, көшенің тыныштық ахуалын сақтау мақсатында, сондай қандай да бір оқыс оқиға алған жағдайда осы камера арқылы жедел анықтауға аталған қылмыскер болсын, болмаса қандай да бір құқық бұзушы болсын. Бұл камера арқылы жалпы жедел қызмет етуге көмек береді, және де қандай да бір оқыс оқиға алған жағдайда көмектеседі.
қазір пункттың қызметімен танысып өттік. Менің мына жерде көзім шалып қалды. Бірнеше полиция қызметкерлері тұр екен. Бұл қызметкерлер немен айналысып жатыр? Қызметтері қандай? Қазіргі таңда бұл қызметкерлер бізде республика аумағында 28 мен 30 аралығында тасымалдаушы атты жедел профилактикалық іс-шарасы өткізіліп жатыр. Соның барысында аталған қызметкерлер қазір қызмет атқарып жатыр. Яғни тасымалдаушыға бізге автобустар, таксистер және де Альфард пен Айдын жүргізушілер бойынша, солар бойынша нақты қызмет атқарып жатырмыз. Яғни тасымалдау барысында тасымалдау қағидаларын бұзбау бойынша, сондай-ақ алыс жолдарға жүретін кезде тасымалдаушыларды оқыс оқиғасыз жеткізу бойынша түсіндірме жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Аха, түсінікті. Олай болса, рұқсат болса, мен бір қызметкермен тілдесіп қайтсам. Полицияға шақырып жатармыз. Қай жақтан келесіз? Қай полиция? Шымкентте. Қазіргі таңда іс-шара жүріп жатыр, тасымалдаушы деген. Сен адамдардың өмірі сіздің қолыңызда. Абайлап жүріңіз. Нарушение жасамай, ұйқыны қандырып, абайлап жүріңіз. Жақсы. Жолдарыңыз olsun. Кеш жарық. Кешкі кезекшілігіңіз қалай өтіп жатыр? Біздің кешкі кезекші, кешкі 5-тен түнгі 1-ге дейін сменада жүрміз қазіргі таңда. Қазіргі таңда іс-шара жүріп жатыр, тасымалдаушы деген. Сол бойынша қала аумағында іс-шараға қызмет атқарып жатыр қазіргі таңда. Осы кезекшілікте тасымалдау қызметін бұзған адамдар бар ма екен? Қалай болып жатыр? Солар туралы толықтай айтып өтсеңіз. Тасымалдау бұзған адамдар табылады, арасында болады. Оларға заңды түрде заң шарасын көріп отыр. Егер айыптұрақ болса, айыптұраққа жабамыз. Егер автокөлігінде өзгешелік жаңағы неше түрлі спальный автобустарға спальный салон болмаса, жаңағыдай орынды қосып алып, адамның көп тасымалдау үшін сондай жағдайлар болып тұрады. Қазіргі таңда сондай қызмет атқарып жатыр. Осы іс-шара барысында жолаушылардың қауіпсіздігі, елдің қауіпсіздігі. Дұрыс айтасыз. Олай болса, көрерменнің есінде қалу үшін осы заң бұзушылықтарды орындаған адамдарға қандай айыппұл көлемі салынады? Соған бір тоқталып өтсеңіз. Немесе қандай жаза қолданады? Қазіргі таңда жаңағы автобус бойынша Альфард дейміз, межгород жүретін қала аралық автобустарға жаңағыдай өзгешелік автокөліктеріне өзгешелік енгізіп жатса, оларды ұстап заң шарасын көріп, әкімшілік хаттамасын түзіп отыр. Ал жаңағыдай переоборудование дейді, қосымша қосалқы бөлшектеу, жаңағы автокөлікті заң бойынша автокөліктің техпаспорты дейді, оған ерекше белгілері особый отметкені ордыру керек. Ол жоқ болса, автокөлік айыптұраққа барады. Заң бойынша. Түсінікті. Құрметті көрермендер, заңды бұзамын деп көлігіңізден айырылып, немесе әкімшілік құқық бұзушылық бойынша хаттама алып қалмаңыздар. Кейіпкеріміз мұнымен тоқтап қалмайды. Ол әрі қарай кезекті бақылау жұмыстарына шығады. Әл-Фараби ауданы бойынша рота командирі ретінде оның қарамағында 129 қызметкер бар. Сондай-ақ 3 взвод командирінің жұмысын үйлестіріп, жеке құрамның қызметін ұйымдастыруға және қызмет барысында заңдылықтың сақталуын қамтамасыз етуге жауапты. Бүгін кезекшілікке, яғни 3-ші ауысымға бізде 10 автоэкипаж түсті. Яғни 10 автоэкипажға 20 қызметкер, бір стационарлық бекет түсті, 2 қызметкер, және де 5 бағыт, яғни жаяу бағыттар. Оған 10 қызметкер түсті. Жалпы 32 қызметкер бізбен қоса, взвод командирімен и менімен қоса 34 қызметкер қазір бағыттамыз. Бізде
Жаңа айтылып кеткендей 5 бағытымыз бар, жаяу бағытымыз. Әр бағытта 2 қызметкерден қызмет атқарады. Олардың жалпы міндеті енді біз қазір таңда ол қызметкерлерді жаңадан ашылған қалада Жапон саябағы, Сити саябағы, сондай-ақ Қошқар атаны қазір таңда біраз өзгерістер болып отыр, жаңартылып отыр. Сол жерлерге қойып отырмыз қызметкерлерді. Яғни олардың нақты қазіргі міндеті, яғни жұмысы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету. Сондай-ақ жаңа парктардың, скверлердің ішінде тәртіпті қадағалау, яғни халықтың парктың ішінде бұзақылық жасамауы, сондай-ақ ластамауы, солардың алдын алу мақсатында қоямыз қызметкерлерді. Сондай-ақ қандай да бір қылмыс орын алса, жедел қылмыскерді сол мақсатында қызметкерлер жұмыс атқарады. Шақыртулар туралы айтатын болсақ, бізде 10 бағытымыз бар қазір Әл-Фараби ауданы бойынша. Ол 10 бағытта бізде 10 экипаж жүреді. Әр экипаждың өзінің квадраттары бар. Сол квадратқа қандай да бір шақырту түскен жағдайда, олар дер кезінде 164 бұйрыққа сәйкес дер кезінде барады. Аталған шақыртулар ол біздің жедел басқару орталығымен беріледі. Стационарлық бекетке біз кіріп шықтық. Енді қазір жаяу бағыт тексеруге баратырмыз. Міне, енді кейіпкеріміз жаяу патруль құрамының қызметін тексеруге келді. Бұл аумақта тәртіп сақшылары ұлттық қылған әскери қызметкерлермен бірлесіп қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Жаяу патруль саябақтағы тыныштық пен қоғамдық тәртіптің сақталуын бақылап, тұрғындардың қауіпсіздігі үшін қызмет атқарады. Майыр мырза, біздің қызмет атқару барысымызда ешқандай оқыс оқиға болған жоқ. Баяндап тұрған полиция лейтенанты Икрам. Сау болыңыз. Сонымен бүгінгі түнгі кезекшіліктеріңіз қалай өтіп жатыр? Шаршап жатқан жоқсыздар ма? Жоқ, шаршап жатқан жоқпыз. Күнделікті біздің түсіп жүрген аумағымыз бұл Жапон саябағы. Яғни біздің бұл жерде атқаратын міндетіміз қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, оқыс оқиғалардың алдын алу мақсатында ұлттық ұлан сарбаздармен бірге осы жерде жаяу бағытта қызмет атқарамыз. Жұмысымыз үйреншікті, қиын ештеңе жоқ. Барлығы жақсы. Қай уақытта кезекшілікке түсесіздер? Қай уақытқа дейін боласыздар? Яғни бізде 3 ауысым бар. Біз дәл қазір кешкі 5-тен түнгі 1-ге аралығындағы бағыт болып саналамыз. Бүгінде дәл қазіргі уақытта осы саябақтың келушілері қанша құқық бұзушылық жасады? Яғни айта кетсек, бұл жерде ешқандай құқық бұзушылықтар орын алып жатқан жоқ. Біздің мақсатымыз ең біріншіден халыққа жақын болу, профилактикалық түсіндірме жұмыстар жүргіземіз. Ең бастысы хаттама жазу міндетімізге кірмейді, хаттама жазуды міндет деп санамаймыз. Бұл жерде енді көбінесе отбасылы адамдар келеді. Халық өте мәдениетті, көзбен көрінетін ол үлкен бір болып жатқан жоқ ондай құқық бұзушылықтар. Түсінікті, рахмет. Болған жағдайда да ауызша ескертеміз, халықпен тығыз байланыста боламыз. Түсінікті, рахмет көп-көп. Бүгінгі кезекшілікке сіздерге сәттілік тілеймін. Мен әрмен қарай жалғастырайын бағдарламамды. Жақсы, сау болыңыздар. Имран 320, Имран. Имран, сендерге ақ санаты кетті. 0-10 деген мемлекеттік белгісі. Тоқтатыңдаршы. Қауіпсіз белгіні тақпаған. Ет шамасы тақтыға тұрған көрген келіншегі. Осы бойынша жұмыс атқарады. Кімге қалай өтіп тақтап өтмек берге. 320 байланысты. Командир, аталған автокөлік тоқтатылды. Өт қалды. Басынан келеді.
патрульдік полиция полкының рота командирі болмын, полиция майор Мұсаев Мақсат. Сіз тоқтату себебіңізді түсіндірді ме, инспектор мырза? Түсіндірді ме? Иә, бізде қазір таңда 28 мен 30 аралығында республика аумағында тасымалдаушы жедел профилактикалық іс-шара өтіп отыр. Жалпы мақсаты сол тоқтатылған себебі. Одан бөлек жолда кетіп бара жатқан кезде жаңа қауіпсіз белгіні тақпаған екенсіз. Сол бойынша жаңа тоқтатылып ескертілді. Аталған жаңа құқықшымен келісесіз ба? Келіскен жағдайда бізде білесіз ғой енді, жалпы тек қана айыппұл салу емес мақсатымыз. Алда уақытта тағып жүріңіз. Ол сіздің өзіңіздің неңіз бірінші очередь безопасность, қауіпсіздігіңіз солай айтқанда. Сол себепті алда уақытта абайлап жүріңіз, ремень тағып жүріңіз, жаңа ұялы телефон қолданбаңыз. Сол бойынша ескертіп отырмыз. Жақсы жолыңыз болсын. Иә, қазір ғана байқап өттім. Айбеттіңіз бір сұрақ қойсам, қазір байқағаным, біз көбіне қызметкерлердің айыппұл салғанын көреміз, естіп жатамыз да. Сіз дәл қазір тек қана ескертіп бердіңіз. Бұның себебі не деген, соны түсіндіріп бересіз бе? Оны түсіндірген кезде енді жаңағы автокөлікті тексеру барысында немен қызметтік планшетпен аталған жүргізушінің алдында елдік қауіпсіз белдеу үшін айыппұл болмаған екен. Соны байқадық. Одан бөлек бізде не бір жайттар орын алады, енді адамдар асығып шығады бір жерден, болмаса есіне шығып кетеді. Мүмкін сондай жайт шығар деп мен ойладым негізге. Сол себепті ескерту жасадым жүргізушіге. Одан бөлек енді бізде қазір таңда жедел профилактикалық іс-шарасы өтіп отыр республика аумағында. Сол бойынша жүргізушілер дұрысына түсінбейді. Тек айыппұл салу или басқа да мақсатында жүргізіледі. Ол да емес. Бізде бірінші очередь, бірінші мақсатымыз адамдарға, жүргізушілерге түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Яғни түсіндірме жұмыстары жүргізу арқылы, осылай ескерту жасау арқылы азаматтарға қандай да бір құқық бұзушылық жасамау туралы жеткізу. Мінекей, Адал азамат бағдарламасы соңына таяп қалған сыңайлы. Бүгінгі біздің кейіпкеріміздің түнгі кезекшілігімен аз да болса танысыңыздар деген ойдамыз. Ал олай болса біз бағдарламаны аяқтайық, ал кейіпкеріміз кезекшілікті әрмен қарай жалғастыра берсін. Сау, саламатта болыңыздар, тек қана жақсылықта жолығайық.